Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен аты әйгілі испанский чизкейгін дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ, өте дәмді болып келеді. Видеоның соңына дейін көріп, қолдап жіберіңіздер. Алдымен творожный сырымызды жұмсарғанға дейін миксерлейтін боламыз. Үстіне сливкиді құйып араластырамыз біркелкі болғанға дейін. Үстіне қантымызды қосып араласқанға дейін миксерлейміз және үстіне бір-бірлеп жұмыртқаны қоса отырып миксердің аз жылдамдығымен араластыратын боламыз. Үстіне бір қасық тұз және ұнымызды қосып араластыруды жалғастырамыз. Дайын болған массамызды 20-22 диаметрлі формамызға құйып 250 градуста 45-50 минут пісіретін боламыз. Пісіп болғаннан кейін бірден формадан шешпейміз. Ол беті көтеріліп тұрғаны кейін басылатын болады. Бір жасағаннан тез шығатын оңай рецепт, сондықтан жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаса, лүпіл басып, комментарий жазып, қолдап жіберіңіздер. Сіздермен болған Орынай.